Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай дайын Vivo деген заквасканың түрімен айран етіп көретін боламыз. Бұл жерде менде үйдің сүті, сиырдың сүті пісіріп алдын ала қаймағын алып дайындап қойдым. Қазір осы қанжылым күйінде тұр. Осы бізде бір қораптың ішінде 4 пакетик тұрады. Бір пакетиктің өзі 3 литр айран ұйтуға жарайды. Ендеше жасап көрейік. Сүтіміз міндетті түрде қанжылым болу қажет. Мықты ыстық немесе суып кеткен болмайды. Бұл кезде дұрыс ұйымай қалуы мүмкін. Сол себептен міндетті түрде қанжылым сүтке жасаймыз. Ендеше кеттік. Закваскамызды саламыз, араластырамыз, жақсылап араластырамыз. Осылай мен көрпеге орадым, жақсылап. Сонан соң батарейканың қасына қойып қойдым. Сонан соң 20 сағат өткесін, мінекей, жақсы болып үйіп шықты. Бұл закваска өте пайдалы закваска. Алып жасап көрсеңіздер болады. Экодомнан алған болатынмын мен. Бұл айран андай бір күшті, бір не болып шықты, бір дәмі де күшті болды. Сонан соң маған нағаны жаңадай өте бір нәзік болып шықты да. Бұлай сапырған кезде де күшті, сүт сияқты ғой. Жеңіл өте не істеліп тұр да, сапырылып. Өте күшті ұнады маған. Алып көрсеңіздер болады. Сіздермен болған мен Нұрайым. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен үшін өте маңызды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.